Ассалаумағалейкум, қазақ елі, біз Жаңаөзен қаласының тұрғындары. Егер Астанадағы әріптестерімізді босатқа жібермесеңдер, полный Жаңаөзен тұрғызамыз қазір. Солай ма, жігіттер? Әділдік сұрап барған жігіттерді әділдік орнатуға көмектесеміз біздер. Біргеміз. Ассалаумағалейкум. Міне ағайындар, қазір міне БЖБ мекемесі полный тоқтады. БЖБ мекемесі кешек мына Берали мекемесі Астанадағы болып жатқан жағдайға солидарность полный. Сол Берали мекемесінің шаруасы шешілгенше БЖБ мекемесі тұрамыз деп шешті. 240 адамның тағдыры шешілмейді. Жұмысқа шықпаймыз деп БЖБ мекемесі солай тұрмайды. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаев біздер Жаңаөзен қаласы бұрғылау жұмысшылары Астана қаласына әділдік іздеп барған Берали бір топ жұмысшыларын босатуыңызды талап етеміз. 2011 жылы Өзенайгаз мекемесінде осындай еңбек дауы болып, артық қырғынға ұласып көптеген адамдар қаза болды. Сол кезде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев маған жалған ақпарат берілді деп айтқан болатын. Көзіңіздің алдында әділдік іздеп отырған жұмысшыларды қамаудан босатып, қудалау тоқтатып, талаптарын орындалуын талап етеміз.